Дәулет Бұқтарбай қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі әдеби мәдени кешке жиналған ардақты әлеумет. Түркістан облысының облыс болуына орай 5 жылдық мерейтойына арналған Түп қазық атты алғашқы шығарманы қабыл алыңыздар. Түп қазық. Керуенді көшім қомданған қырқа жоталы, таралып тысқа кеудеңнен тұрған от әлі, сүйікті құлдың ұйытқы нұры саналған армысың күллі, адамилықтың отана, тілеуіңді бергір, теңеуде түспей басқалай, әспеттей алмай, сендік тылсымды асқарай, топырағыңда тегіннен тегін бермеген Құдайдың өзі, құдірет етіп тастабай. О, тұранның төрі, бәлки аңызың әлде шын, қара ниеттің тап басып сонда дәлбесін, тажалдың бетін қайтарған дейді дүйім боп қымтанып алып, 41 әулең сәулет сәлдесін. Уа, тұранның мөрі, дұғамен шебің бекінген, тәңір жарғының назары таймай шетіңнен, түбі бір жұрттың ғұмыры болған түп қазық айналдым сенен. Жұмырдай ғана едім мен, топырақ үсті түбі бірлердің түбінде шығар тірі бір демің, құлшылық қонған киелі қала. Әр уақытта айтсам тірілер дедім. Замана кейпі далалық мынау, зәбіргештей наланып тұрау, киеге кесе қасастық етсең, арыңа сенің айшықты дүрау. Түркістан басуға келмей бастамай дегің, ұлыққа сені бастау үй дедім. Шарапаттары шарпып жүр әлі, ізгіліктері яссау үйлердің. Қапсыра құшып қара жер анып, құтыңа сенің тым жат тым алған қаны. Сәулелі күндей әуелер қалай қараша таңды тұрғанда жарып. Сен барда бақта тұғырға бөтен, қондыра алмаспын, қондырып нетем. Тірлікпен тығыз тынысым барда, кіндікпен қабат байланып өтем. Бөгелмей ойым, тарықпай демім, арқадан аумай қалықтай кебім. Түп қазық мекен, түп қазық етем, алдыңда әлі шарықтар шегін. Түп қазық мекен, түп қазық етем, алдыңда әлі шарықтар шегін. Түркістан. Келесі еркін тақырыпта өмір деген өлеңді қабыл алыңыздар. Суреттей білсе, ода бір бақыт сыйын хал, меніңше оны тап басып айту қиын дәл. Өмір дегенің мөлшерлер менен өлшемдер екшеп бір берген, пішінсіз ада тыйымдар. Ендігі бірі дүбірге дүмпу деседі, ойбағу депті күндерің үшін кешегі. Бақыттан кейде безіне қашып бет алды сорыңа бірде, сүйініп тұру беселі. Түрленсің қайдан ансапсыз тұсқа үндесу, күйкі тірлікке күрмеліп алса күй кешу. Өмір дегенің тіріден түгел тасалап бейт басында, бейқамсыз ғана тілдесу. Жұбаныш тауып, жұғымсыз кейде зәбірден, алшақтай алмай жүргені әнеу тағырген. Ғұмыр өлікте өкпелейтіндей жайың жоқ есігін ашып, түсіріп тұрса қабірден. Жүргені солай пешене құшып жұмырдың, содан да бәлки көңілсіздерге ғұмырдым.
аузып кетер, алысып көппен жүргенде кезекшілігін табыстап тағы іңіргін. Бітіспес шептер, әуелден қиыс арасы, зер салып сенде, зейіндей үнсіз қарашы. Өмір дегенің Құдайдың сценарийі, сондайдың біздер рөлін адам баласы. Өмір дегенің Құдайдың сценарийі, сондайдың біздер рөлін адам баласы.